Бәріңізге сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі таңда хит болған картофель пай салатының рецептісін ұсынғым келіп тұр. Салат өте оңай әрі тез дайындалады. Ең алдымен видеоны жоғалта алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып кетуді ұмытпайық. Ал бастайық. Ыдысқа 2 жұмыртқаны шағып, дәміне қарай тұз салып, араластырып, табамызды қыздырып, май құймай, 2 бетін осылай сап-сары етіп пісіріп аламыз. Картошкаларымызды осындай арнайы ұзын етіп шығаратын үккіштен өткізіп аламыз. Содан соң салқын суға бір жуып, таза құрғақ майлықтың үстінен 20 минутқа жайып қалтыратын боламыз. Егер осылай жасайтын болсаңыздар, картошкалар қуырылған кезде бір-біріне жабыспай жақсы пісіп шығады. Бізге картошкадан бөлек қияр қажет. Қиярды да дәл осы видеодағыдай 3 бұрышты етіп турап аламыз. Содан соң қайнатылған тауық еті қажет. Тауық етінде дәл видеодағыдай турап аламыз. Салатқа қажетті заттармен оның мөлшерін осы салаттың астында описаниеда қалдыратын боламын. Описаниені көру үшін осы салаттың атауының үстін басасыз. 20 минут өткен соң қызып тұрған майға картошкаларымызды салып пісіріп аламыз. Мұқият қарап тұрыңыздар, өйткені картошка жұқа болғандықтан тез күйіп қарайып кетуі мүмкін. Неге дәл осындай сап-сары етіп, алтын түсті етіп пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бір-біріне жабыспай әдемі болып пісіп шыққан. Ал бұл біздің жаңағы алғашқы пісірген жұмыртқамыз. Онда дәл осылай 3 бұрышты етіп турап аламыз. Қазіргі таңда хит болып жүрген осы картофель пай салаты менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіз де өз отбасыңызға дайындап ұсынсаңыздар ұнайтынына сенімдімін. Қуырылған картошкамыздың азғантай бөлігін алып қалып, дайын болған салатымыздың бетіне себетін боламыз. Ал енді үстінен майонез, дәміне қарай тұз салып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып алайық. Дәл осы рецепт бойынша дайындайтын болсаңыздар, 2 орташа тарелкаға жететін салат шығады. Мінекей салатымыз дайын. Енді салатымызды тарелкаға салып, жаңағы алып қойған картошкамызды бетінен себетін боламыз. Видеом ұнаса, осы видеоға лайк басып, комментарийда пікірлеріңізбен бөлісе кетуді ұмытпаңыздар. Өйткені сіздердің пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Және достарға жоғарыда сілтеме қалдырамын. Сол сілтеме арқылы өтіп, мен бұдан алдыңғы видеомды көре аласыздар. Ал егер осы салатты дайындап көрген болсаңыз, салат сізге ұнаса, сіз өзіңіз жасап қана қоймай, WhatsApp арқылы достарыңызбен де бөлісе кетуді ұмытпаңыздар. Бәріңізге ас болсын. Келесі видеода кездескенше.